сіздермен Мағжан Жұмабаев ауданы Еңбекші Қазақ орталау мектебінің Балапан шағын орталығының тәрбиешісі мен Нұрлыбаева Айтжамал Бақытжанқызы. Және осы Балапан шағын орталығының ересек тобының тәрбиеленушісі Бейсенбай Инабат. Сәлемдесіп қой, Инабат. Сәлем. Бүгін біз, Инабат, судың тығыздығын зерттейміз. Сол зерттеуге қажетті заттарды атай қойшы маған. Су, Ас тұзы, тұз, жұмыртқа және қашық. Жарайсың, Инабат. Бірінші стакандағы суымызға ештеңе салмаймыз, тек қана суға жұмыртқаны салып байқап көреміз, қандай құбылыс болып жатыр. Батты, иә? Ал екінші стакандағы суымызға ас тұзын 10 қасық салып көрейік. Ал сен бірге отырып көмектесесің бе? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың. Араластырамыз жақсылап. Енді жұмыртқамызды салып байқап көрейік. Жақсы. Қандай құбылыс байқадың? Жүсіп. Бетінде қалықтап жүреді. Енді үшінші стакандағы суымызға 3 қасық ас тұзын салып көреміз. Сен санайсың? 1, 2, 3. Не байқадың? Батты. Ортасында тұр, е? Енді біз осымен судың тығыздығын зерттей отырып, біз қандай құбылысты байқадық, е? Қорыта келгенде қара ғой. Инабат, бірінші стакандағы суда түбінде тұр, е? Жұмыртқа. Ал екінші стакандағы суға тұзды суымызға 10 қасық үстінде қалықтап жүр. Ал үшінші стакандағы суда ортасында тұрып қалды, е? Сонымен назар қойып көргендеріңізге мың алғыс. Сау болыңыздар.